Бұл конституция дегеніміз енді заңдардың атасы ғой. Кез келген заңнан биік тұрады, кез келген жарлықтан биік тұрады. Бұл әр қайсымыздың тағдырымызға, өмірімізге тікелей қатысты құжат. Осыдан бастап тарайды басқа зат. Енді бірақ қана мәселеге тоқталайын, қалғанын айтып шықты ғой. Кешелі бері қарап отырмын комментарийға. Мынандай пікірлер де жазылыпты. Осы жыл сайын референдум өткізесіңдер, 3 жыл сайын сайлау, бізге завод керек, бізге фабрика керек, бізге өндіріс керек деген сияқты пікірлер жиі жазып жатыр. Оның барлығы неге кеп тіреледі? Оның барлығы білім мен ғылымға тіреледі. Бұны ешкім ойдан шығара салған жоқ. Мына конституция жазатын кезде озық мемлекеттердің тәжірибесіне қарадық. Жері бізден әлдеқайда кішкентай. Бірде-бір қазба байлығы жоқ. Аздаған жылдың ішінде қандай бұл озық мемлекетке айналды? Өйткені бұлар басты құндылық ретінде білім мен ғылымды алдыға қойды. Бүкіл инновацияға көрдіңіздер, инвестицияны соған салды. Бұл енді біз әлі күнге дейін білім мен ғылымға қосымша сала ретінде қараймыз. Дамыған елдер үшін бұл бірінші кезекте ұлттық қауіпсіздік мәселесі. Енді бұл тәуелсіздік деген тек қана шекараны шегендеп алу емес. Біздің үстімізде киген шапандар шетелден алатын болсақ, азық-түлік дүкендегі жарысы шетелден келетін болса, сен қаншалық тәуелсізсің? Сондықтан біз бекемдеу үшін бірінші кезекте тағы да білім мен ғылымға келуіміз керек. Әлем өзгеріп жатыр. Сондықтан біз осы конституцияның жаңа кіріспесіне біздің басты құндылық ретінде адамның өмірі, қауіпсіздігі және стратегиялық бағыт ретінде осы білім, ғылым, инновацияны көрсетіп отырмыз. Бұл кез келген заңнан биік тұрады, яғни бұл қабылданғаннан кейін бұл салаларға бөлінетін қаржы еселенеді, азаятын болса, бұл ата заңға қарсы шыққанмен тең. Сондықтан бұл бірінші кезекте біздің балалар үшін, болашақ үшін өте қажетті норма деп есептейміз. Бұл біздің дамуымыздың жаңа моделін айқындап жатырмыз.